Қазақстанда неке шарты бар ма? Иә, ұғым 1993 жылы енгізілді, бірақ ол жұмыс жасамады. Неке шарты бұл некеге тұратын адамдардың немесе ерлі-зайыптылардың арасында жасалатын келісім. Ол ерлі-зайыптылардың некеге және неке бұзылған жағдайда мүліктік құқықтары мен міндеттерін белгілейді. Неке шартында балалардың құқықтары да қарастырылады. Неке шарты жазбаша түрде жасалады және міндетті түрде нотариалды куәландыруға жатады. Неке шарты бойынша ерлі-зайыптар өздерін барлық мүлкіне немесе әрқайсысының мүлкіне ортақ, үлестік немесе бөлек бірлескен меншік режимін белгілеуге құқылы. Ең бастысы, неке бұзылған жағдайда ерлі-зайыптылардың әрқайсысына берілетін мүлікті анықтау.